Ассалаумағалейкум, құрметті серіктестер, достар. Мен сіздерге қазір есіктің үстіне корона жасауды көрсететін боламын. Қалай жасалады, қалай кеседі, қандай градуспен кесу керек, сол жөнінде сіздерге толық видео түсіретін боламын. Және де қазіргі кезде есіктің үстіне корона ағаштан жасалады. Ол ағаштан жасалған корона өте қымбатқа шығады. 2-3 есе қымбатқа шығады. Сондықтан бізде А172 және А503 галтеріміз бар. Полиуретан, полимер материал жасалған. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қатты материал жасалған. Содан осындай дүние, осындай дәл ағаштағыдай корона жасауға болады есіктің үстіне. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Оны қалай жасаймыз? Соның бәрін сіздерге қазір видео түсіреміз. Сіздер түсіріп жатыр. Әдемі қылып көрсетіп боламын. Енді бізге міне А503 галтер. Оны бірінші 45 градусқа қойып аламыз. Мына 45 градусқа қойған кезде маңызды дұрыстап қоямыз, қозғалып кетпесін. Соған қатты мән береміз. Мына 45-ке қойдым. Енді біз ана асты жағы, биіктеу жағын астына кетеді, мынау үстіне кетеді. Шатаспаймыз. Сосын мына жанына жату керек. Бұлай тұрып қалмасын. Ол өте қате. Міне осылай жату керек. Деп түзу етіп. Және бірінші өлшеп қарап аламыз. Полный кесілу керек қой. Насот жағын. Сосын кескен кезде бірден тез басамыз. Ұстап қалмаймыз. Ұстап қалатын болсаңыздар, мұнда балқытып жібереді. Бұл ағаш емес қой. Сол себептен тек аламыз да тек басып қаламыз болды. Дөп түзеу четко шықты. Ол 45. Тек бір шеті. Енді мұнда мына жаққа қоя аламыз. Сол жақтың 45-ін шығарамыз. Ке қойып аламыз. Ода да осы астына кетеді. Қарап аламыз бірінші. Осылай ұстап тұрамыз. Қолдарыңыз сақ болыңыздар. Бірден кесеміз. Енді сізде көріп тұрғандай екі жағына 45 шығарып алдық. Коронаның төбесін шығарып алдық. Енді мына жаны керек, екі жағына жаны. Міне, қазір көрсетейін сіздерге. Біз қазір мына бетін шығарып алдық қой. Енді мына шетін шығарамыз. Мына кусогын. Өздеріңіз көріп тұрғандай мына кусогын шығарамыз. Оны қалай шығарамыз сіздерге көрсетейін. Сіздер мына видеоны қарамастан бірінші маған тіркеліп, лайк басып, түсінбеген жеріңізді комментке жазсаңыздар, мен сіздерге толық жауап беруге тырысамын. Сіздердің көмектерің маған сол. Енді банағы тұра береді, енді басқасын аламыз. Ол екі шетін шығару үшін. Оны да осылай 45 градусқа кесеміз бірінші. Бастапқыда. Құрғын ұстап тұр. Енді мына жаққа 45 градус қойып алайық. Екі шетін 45 градустан кесіп алайық бірінші. Сосын көрсетемін сіздерге қалай шығару керек екен толық. Мына жатады. Шатаспаймын, мына астына кетеді мына жері. Мына үстіне кетеді. Ұстатың да. Дәл банағыдай осы 45 градус шығарып аламыз. Енді нөлге қойып аламыз да осыны түзеу кесеміз. Мана мынау астына кетсе, енді мынауы астына кетеді. Мына осылай.
Енді мына бұрышына аламыз да дәл бұрышынан аламыз. Мына кескен кезде мына бұрышына түсу керек. Мына жерден алмаймыз, міне дәл бұрышына кету керек. Міне өздері көріп тұрғандай бұрышынан. Арқасын жатқызамыз кәдімгі. Жатыр ғой. Құты шығар. Құты кіргізші. Кіргіз өзіңе. Тарт. Жоқ, құты шығар. Чуть-чуть шығар. Ал құты өзіңе. Болды. Бір бұрыш шықты. Ұстап тұрайық. Былай келсең. Мына енді екінші жағын шығарайын тұрмыз. Камераны жақындат. Бірақ жақында. Мына бұрышы маңызды бізге. Мына тақап істейміз, мына жерден кесілу керек. Тақап істейміз. Бізде екі бұрыш шықты. Біз бана екі бұрышын 45-тен кесіп алған едік. Енді мына екі шетін жасадық. Оста. Осылай шықты. Бері жақында. Екі бұрышы клей жағамызда осы жабыстыра қоямыз. Четко етіп осылай шығады. Сосын былай жоғары етіп, корона етіп қоя қоясыздар. Алып та. Осындай етіп корона шығады. Барынша сіздерге кәдімгідей қазақтың жалпақ тілімен анық етіп қанша градусқа қоямыз, қалай кесеміз, бұрышын қалай шығарамыз, бәрін сіздерге түсіндірген болатынмын. Сіздер тек қана маған тіркеліп, лайк басып, қай жерден түсінбей жатсаңыздар, жазыңыздар, барынша сіздерге жауап беруге тырысамын. Енді бізбен бірге болыңыздар.